қаңтарда өз халқына оқ атқан немесе шындықты айтып шырылдаған қазақтың батырларын түрмеге оқытып халықты қысқаннан басқа дым білмейтін еліміздің арсыз патшасы Тоқаевтың құлағына жетсе екен деймін. Үкіметтің мақсаты оңалту ма немесе жоғайту ма? Кешегі қазақ деген ұлы сөзді неге біз дайын тұрмыз жоғалтуға? Қайда сенің Тоқаев өр намысың, өтірікпе сабалап сойғанысың? Халық деген патшаға аманат қой, қорлау емес шынайы қорғау үшін. Қазағым жүр жаланаш арам қатып, отыр деме ақымды арандатып. Депутаттар өтірік сөйлей бермей халықтың сөзін сөйле, алаңға шық. Өтірік айтасыңдар ұқсаң кәні, ақыл айтып қазақтың шықшалдары. Ей үкімет, жерді де бәрін саттың, енді байғұс қазақта түк қалмады. Ұмытқан жоқ ештеңе ұлтың әлі, оңбағансың емессің құр кінәлі. Еліңді жылатқаның үшін билік бір күні жауап берер, күн туады ағайын. Армысыздар, құрметті отандастар. Мен бүгін өте маңызды сұрақтардың бірі, өзгеріс қашан болады деген сұраққа өз ойымды айтып өткім келіп отыр. Мысалы, бізде себебі көптеген азаматтарға, миллиондаған азаматтарға өзгеріс болмайды сияқты көрінеді. Аузыңды ашсаң түрмеге жауып тастайды, жұмыстан шығару мүмкін, саясатпен айналыса алмайсың, партиялардың бәрі биліктікі, сайлау дұрыс өтпейді, даусымызды ұрлайды деген сияқты. Көптеген азаматтар шетелге барып несиелерін жабу үшін сол жақта жұмыс істеуге мәжбүр болады. Жастар мүлдем саясатпен айналыспайды, қорқады. Менің сыныптастарымның өзі мысалы қорқады. Тіпті саясат туралы әңгіме айтуға да қорқады. Міне мәселе осыда ғой, қорыққандықтан. Бұл жүйе негізі мықты болғандығынан емес, халықтың саясатпен айналыспағандығынан өмір сүріп жатыр. Мысалы, кеше әлемдегі мықты мемлекеттердің бірі болып саналған КСРО-ның өзі бір күнде құлаған болатын. Неге? Бұл сұрақтың жауабын білген дұрыс негізі. Себебі КСРО-да саяси жүйе халыққа жұмыс істеген жоқ. Халықтың жағдайын жасаған жоқ. КСРО-да өмір сүргендер менің айтып жатқанымды растай алады. Мысалы, сол кезде полкаларда азық-түлік болған жоқ. Дүкендерде 1 километрге дейін очередь болатын, тауарлардың көбісі болған жоқ, дефицит. Сондықтан КСРО халыққа жұмыс істемегесін, осындай саяси, экономикалық, әлеуметтік кризистардың себебінен құлаған болатын. Басты себебі саяси жүйеде. Ал қазіргі жүйе бұдан да әлсіз. Барлық империялар тарихта құлады. Европаның көптеген мемлекеттері диктаторлық жүйеден демократиялық жүйеге өтті. Оңтүстік Кореяда да өзгеріс болды. Міне, мысалы, дәл қазір Грузия шығып жатыр. Меніңше олар жеңеді. Себебі оларда тіпті мектепте оқитын оқушылардың өзі біз Европаны таңдаймыз деп алаңдарға шығып жатыр. Оларға енді қызыға да қызғана қарайсың. Сондықтан біздің Қазақстандағы саяси жүйе, өздеріңіз білесіздер, авторитарлы диктаторлық жүйе. Назарбаев негізін қалаған. Қазір оның тағайындаған адам Тоқаев басқарып отыр. Ол өзі Путинге бағынып отыр. Ол ешкімге құпия емес. Ал саяси жүйенің өзі халыққа жұмыс істемейді. Бізде де солай. Біз президентті, әкімді, депутаттарды, сотты сайлаған жоқпыз. Олар бізге жұмыс істемейді. Тікелей өзі тағайындаған диктаторға, Тоқаевқа жұмыс істейді. Міне осыны өзгерту керек. Сонда бір күнде реформалар жүзеге асады. Мысалы, бізде дәл қазірде бюджетте қаржы бар, реформалар жүзеге асады. Қандай реформа? Несие жабылсын, жалақылар көтеріп, 500 мың, 1 миллионға дейін көтерілу керек. Саяси тұтқындар босату керек. Ең бірінші саяси реформалар керек. Халық әкімдерді, депутаттарды өзі сайлау керек, тікелей. Жергілікті басқару органдарда болу керек, халық сайлаған. Сонда ғана олар халыққа жұмыс істейді. Осының барлығы жүзеге асқан кезде бізде ұлы өзгерістер болады. Себебі қаржы жеткілікті, ол реформаларды жүзеге асыртпай отырған қазіргі жүйе. Себебі бұл жүйеге халықтың жағдайының жақсарған мүлдем керек емес. Мысалы, дәл қазірдің өзінде олар несиені жабалады, жалақыларды 500 мыңға дейін көтере алады. Бюджетте қаржы жеткілікті, әрдайым жеткілікті болған. Бірақ халық талап етпегесін, ол оны жасамайды. Міне, мәселе осыда. Ал өзгеріске келетін болсақ, өзгеріс міндетті түрде болады. Сұрақ тек қана, қашан деп қана тұр. Қашан біздің халық осыны түсініп,
саналы түрде. Мына бүгінгі күннің батыры, түрмеде отырған әйгілі марафоншы, Гиннестер рекордтар кітабына енген Марат Жыланбаев сияқты, Думан Мұхаммед Кәрім, Әйгерім Тілеужан, Айдар Сыздық, көптеген біздің белсенділер бар. Солар сияқты саналы түрде түсініп, әрекет еткен кезде, қазіргі бізге мысал болып отырған Грузия халқы сияқты әрекет еткен кезде, сол кезде өзгеріс болады. Осыны әсіресе жастар түсіну керек. Қазір жастар қосылып, қатарға қосылып, белсенді әрекет ететін болса, олар тарихта қалатын, өзін мақтан ететін, ол өзгерістерге өз үлесін қосатын мүмкіндігі бар. Оны саналы түрде түсіну керек. Бірақ мына жүйе әлсіз екені түсінікті. Себебі оны басқарып отырған адам миллиардтаған қаржысы бар, бірнеше мыңдаған полициясы бар. Болды. Айтып тұрмын ғой, бұл жүйенің өмір сүріп жатқан себебі халықтың әрекет етпей отырғандығынан. Сол себепті ғана бұл жүйе өзін басқарып отыр. Бірақ ол ұзаққа созылмайды. Достар, менің басқа елдерге, басқа тілдерге ешқандай да бір қарсылығым жоқ. Үйрене берсін, білсін, дамысын. Бірақ ең бірінші қазақ пен қазақша сөйлесу керек. Бірінші өзімізді жоғалтпауымыз керек. Сол үшін өзіміздің тілімізді дәріптейік, достар. Себебі тіл деген ол тек қана бір-бірімізбен қарым-қатынас құралы ғана емес. Ол біздің ұлттық қазынамыздың кілті. Ол жерде біздің күйлеріміз, мақал-мәтелдеріміз, ата заманнан келе жатқан барлық ұлттық құндылықтар сол тілмен байланысты. Егер де тілімізді ұмытсақ, біз өзіміздің ұлттық бірегейлігімізді жоғалтамыз. Ұрпақтармен байланысымыз үзіледі. Себебі сізде таңдау бар. Мысалы, сіз орысшада, қазақшада сөйлейсіз, бірақ басым орыс тілінде сөйлеп жүрсіз, мысалы үшін. Ал соны көрген балаңыз, ода таңдау жоқ. Болды. Ол орыс тілінің мәдениетінің ықпалына түседі. Әлде ағылшын деп жазыпсыз. Ағылшындардың мәдениетінің ықпалына түседі. Сіз ол ғылым деп ойлайтын. Ал негізі басқаша. Ол жақтың мәдениетін зерттеп көріңіз, сізге сөз беремін, ұнамай қалады. Себебі ол бізге мүлдем жат. Келесі, әрбір қазақ басқа елдің тілін таңдаған сайын Қазақстанның халықтық мәдени аренадағы мәртебесін түсіреді. Алдында өздеріңіз көрдіңіздер ғой, Путин не деп айтқанын. Сосын басқа тілдерде сөйлеген сайын сол елдерден сіз тәуелді бола бастайсыз. Бірінші тілінен, екінші мәдениетінен, үшінші жеріңізден де айырылып қалуыңыз мүмкін. Себебі глобализация заманында шекаралар өше бастайды. Өз-өзін сақтап қалған адам сақтайды, сақтамаған ұлттар өшіп жоқ болып кетеді. Түсінесіз бе? Ол бізде мысалы ірі тілдер бізге әсерін қатты тигізіп жатқан сол жаңағы орыс, Қытай және ағылшын тілдер екен. Менің комментарийлерімнен жасаған нәтижем сол. Сосын жаңағы сіздің балаларыңыз болашақта өзін-өзі жоғалтқан адам, өзінің тегін білмейтін, тексіз дейді ғой, былайша айтқанда. Тегін жоғалтқан адам ол мәдени вакуумда сенімсіздік сезінеді. Себебі оны басқа ұлттар қабылдамайды. Олардың өз тілдері, өз мәдениеттері бар. Қаншама жақын болса да, ол оларға бөтен. Сосын балаларыңыз жетім қозы сияқты анда-мында жалтақтап жүргенін қалайсыздар ма? Сол үшін бірінші өзіміздің мықты жақтарымызды одан сайын күшейтейік, тілімізді сыйлайық.